Сәлем достар, көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гәкку топ 10 назарларыңда. Бұл аптада кімнің асығы алшысынан түскенін білгің келе ме? Онда экранға жақындай түс. Үздіктерді анықтамас бұрын әдеттегідей үміткерлерді атап өтейік. Бірінші үміткер күйеуімен келіспей бейнебаянын ақыры шетелдік режиссерға түсірткен кекілсіз Мадина Садуақасова. Ол сезім қайда әніне таспаланды. Сүйікті әншіңнің жаңа образына көңілің толса, Gakku.kz сайтына кіріп дауыс бер. Неге жарығы сағым болды сол бір шақ, махаббаттың жалыны жүрміне аңса. Ал екінші үміткер көптен бері Шымкентте үнсіз жатқан Қайрат Түнтеков. Қазақтың Джастин Тимберлейгі енді ғана оянып барша жанды тоқтаусыз биге шақыруда. Ендеше сүйікті әншілеріңді сағынып қалған боларсыңдар. Қане, бірге билеп алыңдар. Тек лайк басуды ұмытпа. Ойымдағы жастық жалын бар кезде, би алаңын тербетейік тек осы кеште. Тоқтамасын қимылымыз ендеше, кел бірге бізбен, кел биле бізбен. Тоқтама, кел биле, ортада би биле, тола берсін ортамыз, тола берсін ортамыз. Ей қазірге башалды. Үшінші үміткер қазақстандық Псай Очоу. Оның кезекті туындысы бомба деп аталады. Ол жас абайдың бұл бейнебаяны әзілге тола. Айтпақшы, оның бомбасына ілігіп қалсаң, дауыс бермей кетуің мүмкін емес. Келер апта жарылғышының радиусын анықтайтын боламыз. Ал енді тыңда. Күтіп қалған боларсыңдар, көп созбай бастайын. 10-шы орында қазақ пен грузин. Айқын Төлепберген мен Сосо Павлиашвили. Олар бұл орынға екінші рет оралды. Отала алмай жатқан машина секілді шеруімізде бірде бар, бірде жоқ. Достар, көмектесіп жіберсеңдер қайтер. Қалай көмектесеміз дейсің бе? Әрине дауыс бере отыра. Каждый день я молюсь за тебя, каждый день я пою за тебя, каждый день, где тебя рядом нет, словно сон, словно бред, словно прошлого след, каждый день. 9-шы орында Кәмшат Жолдыбаева. Ару апта сайын төмен қарай түсіп келеді. Ақыры алтын таққа көтерілмей шеруімізден шығып кетуде ғажап емес. Өзіңді қаһармандай сезінгің келсе, жоқ деп дауыс беріп құтқар. Сөйтте жоғары көтер. Бірінші орыннан көрінсе, шай ішіп демал. Өткен бағдарламалардың бірінде бірінші орынға көтерілген Айри бұл жолы ол жетістігін қайталай алмады. Небары 8-ші сатыдан көрінді. Шоу деп шырқаған Ару төмен қарай құлдырап, шоу көрсеткісі келген болар. Кім білсін? Аюми тобы өткен аптадағы 4-ші орыннан бірден 7-шіге жайғасты. Арулардың тыңдармандары басқа біреумен билеп жүр ау шамасы. Өйткені олар төмен қарай лезде құлады. Қойшы достым, сатып кеттің бе? Олай болмайды. Одан да сүйікті тобыңды қолда да Аюмимен биле.
өзге әншілерге қарағанда ТТ тобының қарқыны жаман емес. Олар өткен аптадағы орыннан 3 сатыға жоғарылады, яғни 6-ға табандырады. Шағын ғана кісілерге бөпелер тынбай дауыс берген ау шамасы. Егер бөпең ұйықтай алмай жатса, лайк баста, осы бейнебаянда қосып қой. Абайла, өзің ұйықтап қалып жүрме. Юқтай өшім бөппем-ай, әлди-әлди-әлди-ай, юқтай өші еркем-ай, әлди-әлди-әлди-ай, юқтай өшім бөппем-ай, әлди-әлди-әлди-ай, юқтай өші еркем-ай. Шеруіміздің бел ортасынан Нән Биксон мен Құттай Луина орын алды. Батыстық дуэт ближе деп қақсағанмен әлі біріншіге көтеріле алар емес. Ақтаулықтар жерлестерге қол ұшын беріп жоғарыдан көрінуге септіктеріңді тигізсеңдер қайтеді. Қане, қолдау көрсетіңдер. Между нами притяжение, не хочу тебя терять. Твои губы на мгновение повернули время вспять. Ближе. Итальяндық Сон Паскаль 4-ші орында. Оның әні көпшіліктің көңілінен шыққан секілді. Әнші әкесін таппаса да бұл жетістік үшін қуанышты. Байғұс баланы осылай жұбатып қойғандарың жөн. Келер апта тағы да көтерсең, ол мүлдем адайлық әкесін ұмытып та кетуі мүмкін. Сондықтан дауыс бер. Жанына сәлем жолдаған Али Оқапов 3-ші орыннан көрінді. Айтпақшы, әнші бейнебаяндарында үнемі қызға ғашық болады да жүреді. Алайда өмірде сол аруды кезіктіре алар емес. Егер мен мұндамын деп өзіңе назар аудартқың келсе, gakku.kz сайтына кіріп дауыс бер. Өзіңді қайта көрсем дедім, жаным сәлем. Жүзіңнен жан жылуын сезем, жаным сәлем. Жаным сәлем. Сендімен жайнайды бұл әлем. Жұп-жуас Диас Аблаев күміс таққа отырып алды. Оның момын жүзіне қуаныш сезімі ұялады. Айтпақшы Диас, ана қызды өзіңе қашан қаратасың? Мүмкін анаңды көмекке шақырарсың. Ол саған міндетті түрде көмектеседі. Көрде тұр. Жанарымда жатқан қалай жетсін сұлу әлем, мәңгі тұншықтың білім бір ғасырға еді. Жанарыммен жұмшалады, мен емді шаршадамын. Бірінші орында жоқ, өткенге көз жүгіртейік. 10-шы орын Айқын мен Сосода. Каждый день я молюсь за тебя, каждый день. Төмен қарай құлаған Кәмшат 9-да. Бірге, ұшадыра бұрда бірге, бүкіл әлем орасан бір бақытты күйге. 8-ші орын шоу жасай білетін Айриде. Билей беретін Аюми 7-ші. Тоқтамай биле. 6-шыда шағын кісілер ТТ тобы. Әлди-әлди-ай, юқтай өшім бөппем-ай. Биксон мен Луина біріншіге ближе емес, олар 5-те. Төртте сені сүйетін Сон. Қара Әли 3-ші. Өзіңді қайта көрсем дедім. 2-ші орында жұп-жуас Диас. Жанарымда жатқан қалай жетсін сұлу әлем, мәңгі тұншықтың білім.
Бірінші орында Айдана Меденова. Сұлу ару бұл аптада екінші рет алтын таққа отырды. Осылайша экс-кешіліктердің бірін шеруімізден ысырып жіберді. Жарайсың, бәрін басып озған Айдана бұл жетістігін алда қайталай алама. Оны әрине келер аптада білетін боламыз. Ал қазір Меденовамен бірге биле. Жүрегім лүпілдеп соғады сенде, үзіледі сенде. Сені ғана іздеп сен ол жүлдейді бөленейік бірге. Қуанышты күйге, қысылмашы сен келші. Мені биле, биле. Мені биле, мені биле. Бұл аптада әншілер осылайша жайғасты. Келер апта қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер мен мұна әншіге дауыс бермес едім, одан да анау лайықты біріншіге деп менсінбей отырсаң, gakku.kz сайтына кірде, оны өзгерт. Ол тек сенің ғана қолыңда. Іске сәт көп пікірталас тудыратын, әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Gakku топтен осымен тәмам. Кездескенше.